Бұл балықты нағыз мерген деуге болады. Балықтың атауы ағылшын тілінен аударғанда садақшы балық дегенді білдіреді. Және оны неге бұлай атайтынын қазір біз сіздермен тамашалайтын боламыз. Балықтың көздері басқа балықтарға қарағанда өзгеше, яғни оның көздері екі жақты дамыған болып келеді. Судың ішінде көру үшін және жоғарыда оның жеміне айналатын жәндіктерді бақылау үшін. Жәндіктер анықталған сәтте, олар судың жоғары қабатында аңшылықтың орайлы сәтін күтеді. Міне, бүгін түскі асқа айналатын нысана белгілі. Балық аузына суды жинап көздеген жеріне қарай суды ауыз арқылы атқылайды. Дәл осылай бірнеше рет атқылап, ол жәндікті төмен қарай құлатады. Дәл осындай таңқаларлық аңшылық әдіс арқылы мерген балық өз жеміне қол жеткізеді. Ғалымдардың зерттеулері бойынша атқылаған судың күші балықтың бұлшықеттерінің күшінен 6 есе артық болады екен. Ал Жапонияда ине тұрпатты балық өз сүйіктісіне ерекше романтикалық кеш ұйымдастыруда. Дәл солай. Бұл балық өзінің болашақ өмірлік серігінің назарын аудару үшін біраз еңбектенуіне тура келеді. Балық су түбіндегі құмға қанаттары мен құйрығын пайдаланып сурет салады. Соған байланысты бұл балықты суретші немесе сәулетші балық деп те атайды. Бұл жинап жатқан қабыршақтармен ол өзінің салып жатқан құрылысын безендіреді. Ине тұрпатты бұл балық өзінің кіші денесіне қарамай, диаметрі 2 метрдей болатын осындай тамаша сурет бейнелейді. Бұл тек ұрғашының назарын аудару мақсатында ғана емес, сонымен қатар тамаша үй ретінде де қызмет етеді. Салынған жолақтар теңіз суының ағысын төмендетіп, орталықта орналасқан болашақ ұрпақтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Мақырге үй сұрат деген осы ау деймін шамасы. Міне, білмесеңіз теңіз түбіндегі романтика осындай болады екен. Романтика демекші пингвиндерде өз ұрғашыларына ерекше ұсыныс жасайды. Қарым-қатынасқа дайын еркек пингвин ұрғашыларға мұқият қарай бастайды, болашақ отбасы болуға лайықтысын таңдап, және оған ұсыныс жасауға дайындалады. Ұсыныс ретінде олар тас береді. Таңдағанын таңғалдыру үшін еркектер тегіс және пингвинге ұнайтын ең әдемі тасты іздейді. Керемет сыйлықты табу көп уақытты қажет етеді. Егер ұрғашы оны қабылдаса, жаңа пингвиндер отбасы пайда болады. Тасты берудегі мақсат еркек пингвин ұрғашыға өзінің отбасы құруға дайын екенін көрсетеді. Себебі таспен олар болашақ жұмыртқаларға ұя соғады. Ұя соғу барысында осындай жағдайларда орын алуы мүмкін. Адал еңбекпен тас жинап ұя соғып жүргенде, көршісі оның кеткенін пайдаланып, жинаған тастарын өзіне қарай ұрлайды. Оңтүстік Азияда сіз бұрын соңды көрмеген, ерекше қабілетке ие анабас балығы мекен етеді. Оны кей жерлерде жорғалаушы балық деп те атайды. Өзінің аты айтып тұрғандай бұл балық құрғақ жерге шығып, жорғалап өзінің өмір сүруіне қолайлы мекенді іздеп табады. Ерекше желбезектері оған жер бетіндегі ылғалды атмосфералық ауамен демалуына мүмкіндік береді. Мұндай қоныс аудару тұрақты түрде орын алмайды. Ыстық күндері мекен ететін сулары құрғаған жағдайларда ғана болады. Қандайда бір төтенше жағдайлар орын алғанда анабас балықтар бірнеше апта бойы ұйықтау күйіне түсіп, жерге шұңқырлап жасап сонда жатады. Оларды тіпті ағаш үстінде жорғалап жүргенін байқауға болады. Олардың құрғақ жерде жүру жылдамдығы 100 метр сағатына,
Тікелей күн сәулесі болмаған жағдайда олар жер бетінде 8 сағатқа дейін өмір сүре алады. Жергілікті тұрғындар кейде осы сәтті пайдаланып оларды аулайды. Бұл замартас тұста ара, Оңтүстік Азияның, Африканың және кейбір Тынық мұхиты аралдарының тропикалық аймақтарында кездеседі. Оның құрбанына тарақандар айналады. Өзінен 3 есе үлкен болғанына қарамастан аралу арқылы тарақанды тірі өлікке айналдырады. Ол үшін ол ересек тарақанды тауып, оның жүйке жүйесіне тікелей соққы береді. Тарақан одан өлмей, тек өздігінен қозғалу қабілетінен айырылады. Енді оның әрбір қимылын осы ара басқаратын болады. Осы күйін пайдаланған ара оны арнайы дайындалған ұясына сүйреп апарады. Айтқандай, тарақан бұл болып жатқан нәрсеге ешқандай қарсылық білдіре алмайды, алда оны нағыз сұмдық жағдай күтіп тұр. Ол оны ұясына алып кірген соң, оның денесіне жұмыртқалайды. Сосын ұяның кіреберісін тастармен бекітеді. Жұмыртқадан шыққан личинка тарақанның денесіне еніп, оны жей бастайды. Тарақан өзіне не болып жатқанын сезеді, бірақ ештеңе істей алмайды. Толықтай жеп біткен соң, тарақанның сыртқы қабығын жаңа ара жарып шығады. Әрбір ұрғашы ара өз өмірінде 40-қа дейін ересек тарақандарды дәл осылай пайдаланады. Назарларыңызға тағы бір аянышты бейне. Бұл ләйлек құсы өз балапанын ұядан лақтыруда. Мұндай жауыз әрекетке барудағы басты себеп, ләйлек басқа балапандардың аман қалу мүмкіндігін арттыру үшін әлі жетілмеген. Ең әлсіз балапанды ұядан лақтырып жібереді. Өкінішке орай бұл да бір табиғаттың заңдылығы, сондықтан ересек құсты кінәлаудың қажеті жоқ. Видео қызықты әрі пайдалы болса, онда менің арнама жазылып, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпайық.